еркек болудан гөрі оны түнімен еңсе салу. Оларды бағып-қағып, ел жеткенше өсіре салу. Сосын таңертең ерте тұра салып, балаларды тұрғызып, шомындырып, тамақтандырып, киіндіріп, мектепке шығарып салу. Күйеуінің таңға асын беріп, жұмысқа шығарып салу. Сосын өзі де жұмысқа барып келу. Арасында тез дүкенге барып, ол
Қане балалар, осы мерекеге арналған біздің аналарға арналған өлеңімізді қане айтып жіберейік, иә. Аялаған баптаған, асыраған сақтан тұрып күндеппен, айтып бәрін үйреткен анамызға нағыз. Еңбек еткен біз үшін, ескелетіп біздерді, елеңдеткен біздерді аналар бұлай. Ана деген өмірдегі ұлысы, ана деген өмірдегі ұлысы, ана ақ тілесе, анадай ақ тілесін. Ана деген ардақта түйіні ана жайлы әнтінді сақ білесің. Мерекесі бүгін алтын анамның сыйлайыншы гүлін, жарқын даламның күлімдеген көзі, күннің нұрындай, ұлым деген сөзі, ақын жолындай. Дұрыс таптыңдар, аналарға арналған өлеңдер білеткенсіңдер. Ал мен әлгілерге арналған өлеңдер білемін. Кім менен ән айтқысы келеді? Ән айтайын. Қыздар, мен де ән айтайыншы. Жүр. Әне онда болса, қыздармен бірге ән айтайын. Thank you.
орындықтың үстіне қоямын. Ал сіздер, ер балалар, қане ортаға шыға қоямыз? Ер балалар ортаға шығып тұрамыз. Әуен басталған кезде қыздарды биге шақырамыз. Ал әуен тоқтаған кезде екі жақта тұрған гүлді алып, өзіміздің емес қыздарымызға сыйлауымыз керек. Ойынның шартын түсіндіңдер ме балалар? Ендеше ойынға дайынбыз ба? Қане ендеше? Солнце разгорается, сказка начинается. Все мы знаем, все мы верим. Есть на свете чудные терем. Терем, терем, покажись, покажись, остановись. К лесу задом, к нам лицом, и окошком, и крыльцом. Стоит в поле чернов, он не низок, не высок. Вот по полю мышка бежит. У дверей остановилась и стучит. В двери я стучу, теремок попасть хочу, но возле бабача, опускать не хотят. И налево, и направо, теремочек огигел. Дверь закрыта, тишина, здесь я буду жить одна.
пироги печет, а лягушка за водой ходит. Вот по полю зайчик бежит, у дверей остановился и стучит. Двери я стучу, теремок попасть хочу. Кто там? Я зайчик, убегайте, убегайте, пустите. Победа на картине. А что заходи, будет с нами жить. Стали они вдвоем жить. Мышка пироги печет, лягушка за водой ходит, а зайка песню поет. Вот по полю лисичка идет. У дверей остановилась и стучит. У двери я стучу, теремок попасть хочу. Кто там? Это я, листичка, пустите меня. У теремок хорошо заходи, будет с нами жить. Стали они вчетвером жить. Вот по полю волчок бежит. Дверь я стучу, теремок попасть хочу. Не пугайтесь вы меня, нас искать ведь чудеса. Никого. Никого я здесь не всем, улыбаться буду всем. Хорошо, заходи, будет с нами жить. Стали они впятером жить. Вот по полю медведь идет. У дверей остановился и стучит. Двери я стучу, теремок попасть хочу. Ну-ка, Ну-ка, забери, открывайте. теремок. Теремок, меня пускайте. А что ты умеешь делать? Я медведь, я умею песни петь. Мишка, медведь, не умеешь песни петь. Я медведь, как ты пой, замечательный танцор. Стоп. Перепутал ты опять, не умеешь танцевать. Давайте научим Мишку петь и танцевать. Қандай ендеше балы аңдарыңыз. Ортаға шығып біз аюларымызға Ножками по пригороде, покружили справа.
өзіңізге көргенмеген боларсыз. Әрине, мен ойын ала келдім. Балалар, біз ата-аналарымызбен ойнаймыз ба? Алдымен Көктемалы, біздің балапандарымыз биылғы тауық жылынан балапандарымыз сізге би билеп бергісі келіп отыр. Әрине, онда ойынның алдында биді тамашалап көңілімді көтеріп алайын. Қане балапандар, дайынсыздар ма?
Шығарайын. Әжелер шығамыз, аналар шығамыз. Мерекені башын пейілімізбен көтереміз. Төрт ата-ананы шығардық, бұрын біз ата-аналар балаларын тауып алатын едік. Енді балаларымыз аналарымыздың мерекесіне орай аналарымызды тауып алсын, иә? Ол үшін мен бұл төрт ата-ананың бір баласын шығарайын. Кім шыққысы келді өз анасын көзін жұмып болса да кім табылады деп ойлайсыңдар? Кәне? Айырып шығасыздар? Кәне көзіңді байлайды қазір сен. Көзін жұмып болса да таба ала ма екен кәне? Қазір Айарудың көзін байлаймыз. Айарудың көзін байлаймыз. Маманды қалай танисың екен? Алақаннан сипап танисың ба? Айналып, мамамызды қазір табамыз, иә? Ал енді.
немерелеріне береді. Қатты қорқып кеттің ғой. Қорқып кеттің ба? Ендеше тышқан өзінің үрейімді басып, біздің балалардың аналардың мерекесіне арналған тақпақтарын тыңда. Я, Арман? Кім бізде тақпақ? Санжар. Санжар? Ол кейін ойлады. Жарайды, айта беріңіздер. Аңғы? Анам менің сүйіктім, тек өзіне табынам. Қасында жүрсем биікпін, алыстасам сағынам. Анам болса қасымда, басқа бақыт не керек? Аналардың жүрегі, мейірімді ғой керемет. Әжем маған қымбатты, әжем маған сымбатты. Құрт пен майын жинайды, бізге оны сыйлайды. Ерте қандай көп еді, күнде айтып береді. Мерекемен әжемді құттықтағым келеді. Сенен өскен балалар, бақулар мен даналар, құттықтаймыз мейраммен, құрметті аналар. Я, Арман, айта ғой. Таңыңыз. Тәніміз жырларын ұшқан, шысты жұрма ананың жыр. Я, дос. Салып, мұң бақыт, жүрмішпіш бананы. Өте жақсы. Қаны қосын қалдыра ғой, өте жақсы. Жүгірмейміз. Амалар сендерге рахмет. Мен құйрығымды қайта алып алдым. Жарайсыңдар. Екінші балалар. Біз мысықпен бірге осы ертеңгілігімізді ата-ананы тыңдаймыз әнімен аяқтайық. Қане мысық? Мысық. Қыш келе ғой деп.